Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамаларды өлшеу, ертегілер. Балалар, алдымен біз сендермен жұмыс дәптеріміздің 24-ші бетін ашайық. Өткен сабақта біз сендермен уақытты анықтауды, минутты есептеуді үйренген болатынбыз. Қазір сендер қарындаш ала қойыңдар. Қарындашпен сендер сағаттар қандай уақытты көрсетіп тұр? Соны сызық арқылы қосыңдар. Ал сызып болсақ тексерейік. Өзі көрсетіп тұрғандай, бірінші сағат бізде 10-ды көрсетіп тұр. Екінші сағат 1-ді көрсетіп тұр. Үшінші сағат 2-ні және соңғы сағат 3-ті көрсетіп тұр. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сағаттағы ұзын тілі нені білдіреді? Минуттық тілі дұрыс, минутты көрсетеді. Ал қысқа тілі ше? Сағатты. Жарайсыңдар. Енді назарымызды оқулығымыздың 46-шы бетіндегі бірінші тапсырмаға аударайық. Әлия ертегі оқыды. Неше минут өтті? Оны анықтау үшін балалар, бірінші циферблатқа қарайық. Неше минутта бастады? 20 минутта бастады. Енді соңғы сағатқа қараңдар. Неше минутта аяқтады? 40 минутта аяқтады. Енді сендерге сұрақ. Әлия неше минут ертегі оқыды? Оны анықтау үшін біз балалар 40 минуттан 20 минут алсақ, 20 минут ертегі оқыған екен. Балалар, сендерде Әлия ұқсап, күніне 20 минут болса да ертегі оқыңдар. Ертегі өте пайдалы. Оны мазмұнын түсініп, басты кейіпкерлерді анықтап, және тәрбиелік мәні қандай екенін біліп жүріңдер. Келесі балалар, оқулығымыздың 46-шы бетіндегі екінші тапсырмасына назарымызды аударайық. Есепті шығар. Әлия күн астындағы күнекей қыз ертегісін оқыды. Оған арналған суретті 20 минут салды. Сырым аққу ханшайым ертегісін оқып, суретін 30 минутта салды. Кім сурет салуға көп уақыт жұмсады? Қанша уақыт артық жұмсады? Сонымен балалар, кімдер кітап оқыды? Дұрыс. Әлия мен Сырым. Әлия неше минут салды суретін? 20 минут. Келесі кім оқыды? Сырым. Ал Сырым неше минут суретін салды? 30 минут. Сонда балалар, қысқаша жазылуында бізде былай жазылады. Содан кейін бізге табу керек қанша уақыт артық жұмсағанын. Ал енді сұлбасын толтырайық. Қызыл кесіндінің үстіне қай санды жазамыз? Әрине 30 минутты. Содан кейін барып Әлияның уақытын жазамыз. 20 минут. Енді бізге балалар табу керек қанша минут артық салғанын. Ол үшін не істейміз балалар? Әрине азайтамыз. 30 мен 20-ның айырмасы 10 минутқа тең екен. Сонда Сырым 10 минут артық жұмсаған екен. Келесі дәптеріміздің екінші тапсырмасына назарымызды аударайық. Есеп құрастырып, оны шығар дейді. Ал кәнекей өздерің есеп құрастырып көріңдерші. Бірінші шелекте 10 литр су бар. Екінші шелекте 4 литр су бар. Екінші шелекте бірінші шелекке қарағанда неше литр кем су бар? Ал сұлбасын толтырайық. 10 литр, 4 литр, неше литр кем екен табу керек?
Ол үшін қандай амал қолданамыз? Дұрыс, азайту. Қандай теңдік жазамыз? 10 мен 4-тің айырмасы 6-ға тең. Сонда жауабы 6 литр кем екен. Сендер дұрыс жазыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, оқулығымыздың 47-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға аударайық. Суретке қара. Сырымның күні бойы не істегенін айт деді. Ал сырым таңғы 7-де не істеген екен балалар? Жуынған екен, дұрыс. Таңғы жаттығуын жасауы да мүмкін, е? Таңғы 8-де не істеді? Таңғы асын ішті. 9-да ше? Білім алуға мектепке барды. 1-де не істеді? 1-ге дейін сабағын оқыды. Одан кейін не істеді 2-де? Түскі асын ішті. Сосын кешкі 5-ге дейін не істеді ол? Далада достарымен ойнады. Кешкі 9-да келіп не істеді? Ертерек ұйқыға жатты. Келесі балалар, 4-ші тапсырма. Бұл жерде сендерге шамаларға қатысты өрнектер берілген. Бұл өрнектерді өздерің есептеңдер. Осымен математика сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.